Қазақ тіліндегі жүрегінің түбіне жету тұрақты тіркесінің мәні адамның жан дүниесіне терең әсер етуді. Оның ішкі сезіміне, ар ұятына, ойына ықпал етуді білдіретін терең мәнді тіркес. Мысалы, Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» отбасылық құндылыққа негізделген шығармасында қыз тумас әженің бала Бауыржанға айтқан әрбір тәрбиелік сөздері бала Бауыржанның болашақ тұлғасының қалыптасуына ықпал етті. Адалдық адамдықтың тірегі деген өнегелі сөз бала санасына ғана емес, оның өмірлік болмысына да негіз бола білді. Бұл сөз Бауыржан Момышұлының жүрегінің түбіне әсер еткен, оны ерлікке, әділдікке, жауапкершілікке жетелеген рухани бағдары бола білді. Екінші бір мысалға тоқталатын болсам, Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» деп баланы білімге шақыруы жай ғана үндеу емес, ол жас буынның жүрегіне терең әсер етіп, өмірін өзгерткен мейірімді үндеу болды. Жүрегінің түбіне жету тұрақты тіркесінің мәні біз ұстаздар үшін де терең маңызды. Өйткені ұстаздың айтқан бір ауыз сөзі бала үшін шешуші рөл атқарады. Мейіріммен айтылған жылы сөз оны сенімге жетелейді. Әділ айтылған шындық баланың мінезін қалыптастырады. Жауапкершілікпен берілген сөз баланың болашаққа бағыттайды. Сондықтан да ұлағатты ұстаздардың міндеті балаға білімді беріп қана қоймай, оның жүрегіне жол табу, оның ішкі сезімін ояту екенін ұмытпағанымыз жөн. Екінші тұрақты тіркеске тоқталатын болсам, ақпа құлаққа айтсаң, ағып кетеді, құйма құлаққа айтсаң, құйып алады мақал мәтелінде ақпа құлақ және құйма құлақ тұрақты тіркестерінің мәні адамның қабылдау қабілетіне байланысты, білімнің және тәрбиенің нәтижелі немесе нәтижесіз болуын бейнелейді. Яғни кейбір адамдарға айтқан ақыл кеңес, тәлім мен тәрбие ақпа құлақ сияқты ағып кетеді. Ал кейбір адамдар оны дереу түсініп, бойына сіңіріп, өмірлік бағдарға айналдырады. Яғни құйма құлақ сияқты жадында ұзақ сақтайды. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің әдеби шығармалары мен тәлімді әңгімелері жастардың ой санасына терең әсер етеді. Абай жолы романы оқырманның бойына адамгершілік, әділеттілік және білімге құштарлық қасиеттерді сіңіреді. Бұл тұрақты тіркестердің біз ұстаздарға беретін маңыздылығы ерекше. Өйткені әрбір ұстаз балалардың қабылдау қабілетін ескеруі қажет. Білім мен тәрбие әр балаға әртүрлі әсер етеді. Дұрыс берілген білім нәтижелі болады. Яғни ұстаз ақпарат жеткізуші емес, оқушының бойына білім мен тәрбиені беріп, оны өмірлік бағдарға айналдыратын шамшырақ болуы керек. Қазақ тіліндегі шамшырағы болу тұрақты тіркесінің мағынасы біреуге жол көрсетіп, бағыт бағдар беретін, оның үмітін жағып, өміріндегі жарық нүктеге айналдыратын адамды білдіреді. Мысалы, Абай Құнанбаевтың абай болып қалыптасуына кімдер себепші болды? Әрине, әжесі Зере, анасы Ұлжан, әкесі Құнанбай болды. Әжесі Зере Абайға бала күнінен айтқан ертегі аңыздары, батырлар жыры, ерлік туралы әңгімелері Абайдың рухани дүниесінің іргетасын қалады. Зере әжесі Абайдың алғашқы шамшырағы болды. Оның рухани әлемін жарықтандырған басты тұлғаға айналды. Анасы Ұлжан мінезінің төзімділігі, мейірімділігі, жанындағы адамдарға жақсы қарым-қатынас жасауы Абайдың мінезінің қалыптасуына себепші болды. Әкесі Құнанбайдың талапшылдығы, парасаттылығы, әділдік пен тәрбиеге қатаң болуы Абайдың өмірлік ұстанымына негіз болды. Баланың бойындағы қабілет, сенім, арман ұстаз жаққан шырақ арқылы көрініс табады. Сондықтан да баланың шамшырағы болу ұлағатты ұстаздың ең биік міндеті екенін ұмытпаған жөн.